Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті СТВ Channel әмбебаптық YouTube арнасының тұрақты көрермендері. Сіздермен бірге қайта қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Алдыңғы біздің видео санымызда бүкіл дүниежүзі бойынша ең үлкен 10 мемлекетті сіздерге көрсеткен болатынбыз. Олардың аумағы қалай, халық саны деген сияқты мәліметтермен бөлістік бірге. Уәде еткендей, мінекей 2000 қаралым жинаған екен. Сол видео, осы видеода көп қаралым жинап жатса, біз тақырыбымызды көптеп талқылап, видео шығарылымызды біз осымен тәмамдамаймыз, жалғастыра беретін боламыз. Бүгінгі бізді видеомыздың тақырыбы әлемдегі ең 10 кіші мемлекеттерді қазір назарларыңызға ұсынамыз. Олардың аумағы қандай, халық саны деген сияқты мәліметтер бере кететін боламыз ағайындар. Бізбен бірге болыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осы видео көп қаралым жинап жатса, алдағы видеомызда біз әлемдегі астаналар, мемлекеттердің ең суық астаналарын сіздерге тізбектеп, ондыққа бөліп көрсететін боламыз. Әрине, біз жұмысын жалғастырамыз, бізбен бірге болыңыздар. Жер шарының әртүрлі құрлығында шамамен 250 мемлекет бар. Кейбір мемлекеттер планетамыздың үлкен бөлігін алып жатыр. Мысалы, Ресей Федерациясы Еуразияның тең жартысында орналасқан. Алайда кең аумақты алып жатқан мемлекеттерден басқа ергежейлі елдер де бар. Кейбірін дүниежүзілік картадан табу да қиын. Біз сондай әлемдегі ең кішкентай 10 елдің тізімін келтірдік. Ең соңғы орында алып жатқан мемлекет Ватикан. Ватикан әлемдегі ең кішкентай мемлекет. Оның ауданы 0,44 шаршы шақырым. Салыстыру үшін Алматының жалпы ауданы 682 шаршы шақырым. Елдегі халық саны 2019 жылы 825 адам болған. Ватикан өзінің символикалық туы, ел таңбасы, пошта байланысы, теміржол және өз үкіметі бар тәуелсіз қала мемлекет. Елде екі ресми тіл, латын және итальян тілдері. Кішкентай болғанына қарамастан елде белгілі және көрнекті тарихи ескерткіштері бар. Әулие Петр алаңы, папаның резиденциясы қызметін атқаратын Апостол сарайы. Пинакотека, 18 ғасырда құрылған өнер туындыларының галереясы. Ватикан мұражайы. Келесі соңғы орында алатын мемлекеттердің қатар саны екіншісі Монако. Монако ергежейлі мемлекеттер рейтингінде екінші орында. Кейінгі кезге дейін бұл ергежейлі ел небәрі 1,9 шаршы шақырымды алып жатты. Алайда теңіз суының тартылуына байланысты елдің аумағы 2,2 шаршы шақырымға кеңейді. Елдегі халық саны 2019 жыл 38.100 адам болған. Монако Италия мен Франция шекараларының қиылысында орналасқан, француз тілі елдің мемлекеттік тілі. Келесі Науру. Тынық мұхитындағы Маржан аралдарында орналасқан ергежейлі мемлекет. Елдің астанасы жоқ және оның ауданы 21,3 шаршы шақырымды құрайды. Елде 12.581 тұрғын бар. Науру өзінше тартымды ел, алайда ол жерде туризм, ауыз су тапшылығына байланысты дамымаған. Келесі 4-ші орынды қамтитын Тувалу. Тынық мұхитының оңтүстік батыс бөлігінде орналасқан. Ауданы 26 шаршы шақырым. Ел 7 аралдан тұрады. Адамда тұратын жалғыз арал Фунафути деп аталады. Бұл кішкентай мемлекеттің астанасы Фунафути. Аралда жалпы саны 11.646 адам тұрады. Елдің ұлттық валютасы Австралия доллары. Тувалу туристердің назарын аудармайды, мұнда дауыл жиі тұрады. Минералды ресурстардың жетіспеуіне байланысты әлемдегі ең кедей елдердің бірі. Келесі Сан-Марино. Оңтүстік Еуропада орналасқан ергежейлі мемлекет. Ел 3-ші ғасырда оның негізін қалаушының құрметіне аталған. Штаб 61 шаршы километр аумақты алып жатыр және 33.860 халқы бар. Сан-Марино ең дамыған және бай елдердің бірі. Ел туристік бизнестің арқасында дәулетке кенеліп отыр. Елдің ұлттық валютасы евро. 6-ші орынды қамтитын Лихтенштейн. Лихтенштейн орталық Еуропадағы княздық ауданы 160 шаршы шақырым. Бұл мемлекет Аустриямен және Швейцариямен шектеседі. Астанасы Вадуц.
38.378 тұрғыны бар. Князьдіктің ресми тілі неміс тілі, ұлттық валютасы Швейцария франкі. Маршалл аралдары. Маршалл аралдары Микронезияда орналасқан ергежейлі мемлекет. Жалпы ауданы 181,3 шаршы шақырым. Штаттың астанасы Мадуро. Елде 58.791 адам тұрады. Ел 5 аралдан тұрады. Мұнда жылдық орташа температура 27 градус. Маршалл аралдары ел туристер арасында өте танымал. Және бұл жер кәсіби сүңгуірлердің сүйікті орны. 8-ші орынды қамтитын Сент Китс және Невис аумағы 261 шаршы шақырымды құрайтын федералды мемлекет. Бұл елде екі үлкен қала бар, Бастер және Чарлстоун. Бастер Сент Китс қаласында орналасқан, ал Чарлстоун Невисте орналасқан. Елдің басты көрікті жері Қызыл теңіз және оның ерекше түсті жағалауы құмдары. Екі аралда 52.500 адам тұрады. Ел экономикасының негізгі дамыған туризм саласы құрайды. Сонымен қатар мұнда ауыл шаруашылығы мен банк бизнесі жақсы жолға қойылған. 9-ші орынды қамтитын Кук аралдары. Кук аралдары Тынық мұхитының оңтүстігінде орналасқан. Жалпы ауданы 230 шаршы шақырымды құрап отыр. Халқы 17.459 адам. Көптеген ергежейлі мемлекеттер сияқты Кук аралдары экономикасы дамыған туризмге негізделген мемлекет. Мальдив аралдары 10 орынды қамтып отыр. Атақты адамдардың сүйікті демалыс орны және Азиядағы ең кішкентай ел. Оның жалпы ауданы 300 шаршы шақырымға жуық және 530.953 халқы бар. Астанасы Мале. Бұл елдің экономикасы туризм дамытқан. Мінекей көрермендер, біз осымен өз жұмысымызды тамамдаймыз. Алдағы уақытта қызықты видеолар көргілеріңіз келсе, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.